Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 10 сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыптарымыз өзекті географиялық әдістер және тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеу әдістерін қолдану. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз сараптама әдістерін қолдану, эксперттік әдістерді қолдану, модельдеу әдістерін қолдану және аудандастыру әдістерін қолдану. Кеттік. Біріншісі, сараптама әдісі. Сараптама әдісі дегеніміз бұл зерттеу жұмыстарын басқа жобаларды іске асыру үшін нысандарды сараптауға, яғни сараптама жасауға қолданылатын әдістер. Яғни сараптама дегеніміз бір топ адамның бір нысанды сараптама анализ жасауы. Сараптама жасау үшін бірінші сарапшылар тобын құру. Біз сіздермен қарапайым мысал келтіріп көрейік. Мысалға бір А нүктесінен Б нүктесіне дейін үлкен бір тас жол салынып жатыр дейік. Үлкен бір тас жол салу керек осы А нүктесінен Б нүктесіне дейін. Ол үшін осы жол салынатын жерді сараптама жасау керек. Ол сараптама жасау үшін, яғни анализ жасау үшін жерді бірінші сарапшылар тобы құрылады. Сосын мәселені әр сарапшы тәуелсіз түрде қарастырады. Сарапшылардың жауаптары талданады және нәтижелер жалпыланады және шешім қабылданып, нәтижелер жарияланады. Не осылай сарапшылар тобы сараптама жасайды екен. Түсінікті ғой, сіздерге? Ары қарай кеттік. Аудандастыру. Аудандастыру әдісі бұл географияда ең маңызды әдістердің бірі. Бұл әдіс географияда ең көп қолданылады. Яғни мына климаттық белдеулердің картасы көрсетілген, мысалы сіздерде. Яғни мына жерде әр климаттық белдеу аудандастырылып көрсетілген. Әр климаттық белдеудің өзінің жауып жатқан аудандары бар. Не осыны аудандастыру деп атаймыз. Мысалға, экватор бұл жердің қақ ортасында орналасқан, күн сәулесі тік түсетін аймақта. Осы аймақты жауып жатыр экватор сызығы. Немесе мына полюстерде арктикалық немесе антарктидалық климаттық белдеулер жауып жатыр. Осылар осы аймақтарды ғана қамтып. Міне осылар бізде аудандастыру әдістері екен. Аудандастыру үшін бірінші аудандастыру үшін белгілер таңдау, ең маңызды белгілер таңдау, ауданды бөліп алу, ауданның шекараларын бөліп алу, ауданды зерделеу және сипаттау жатады. Түсінікті ғой, сіздерге? Эксперттік бағалау әдісі. Эксперттік бағалау әдісі тоже географияда, яғни экономикалық географияда ең көп қолданылатын әдістердің бірі. Эксперттік бағалау бұл белгілі бір салада алған білімі мен тәжірибесі көп мамандардың, яғни эксперттердің пікірлеріне сүйеніп, экономикалық немесе басқа проблемаларға бақылау жасап, сол проблемаларды шешуге арналған шешім қабылдау. Яғни бір саланың мамандарының бір проблеманы шешуге қатысуы осы бізде эксперттік бағалау деп аталады. Яғни эксперттік бағалау жасау үшін бізде бірінші интервью алынады, дискуссия болады. Дискуссия дегеніміз, яғни бір топ адамның бір мәселені ортаға салып талқылауы, анкета жүргізіледі, іскерлік ойындар және миға шабуыл әдістері бойынша жасалады. Модельдеу әдісі. Модельдеу әдісі бұл ғылыми танымның зерттеу объектілерін, олардың модельдерін жасап, зерделеу арқылы танып білу әдісі. Модельдеу әдісі осы техникалық мамандықтарда ең көп қолданылатын әдістердің бірі. Мысалға, дизайнерлік жұмыстарда, немесе бір техникалық жұмыстарда көп қолданылады. Және географияда да ең көп қолданылады. Мысалы, зерттеу объектісінің моделін жасау. Сол модельді жасау арқылы сіз сол модель туралы кеңінен түсінік аласыз. Модельдеу әдісі. Түсінікті ғой, сіздерге? Мысалға, мына жерде жердің ішкі құрылысының моделі көрсетілген бізде. Осы жердің ішкі құрылысының моделі арқылы біз жердің ішкі құрылысымен таныса аламыз. Мысалға, ортасында ядро орналасқан, одан кейін сыртқы ядро және мантия жер қыртысы орналасқан. Осылай біз жер қыртысын түсіне аламыз. Және де нысан үшін құрастырылатын модель түп нұсқа немесе прототип деп аталады. Прототип дегеніміз
яғни кез келген бір заттың ең алғашқы түрі. Мысалға бір машина жасау керек болса, иә, машина ойлап табу керек болса, ол машинаны ойлап табу үшін бірінші прототипі жасалады. Прототип дегеніміз бұл жалпы халыққа арналмаған, тек бір модель ретінде қолданылатын түп нұсқа. Түсінікті ғой, сіздерге? Кез келген тауар, яғни кез келген тауар бірінші кезекте оның прототипі жасалады. Сосын барып прототип жетілдіріліп, дамытып, жалпы халыққа ұсынылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Эксперттік бағалау әдісі. Эксперттік бағалау әдісі тоже географияда, яғни экономикалық географияда ең көп қолданылатын әдістердің бірі. Эксперттік бағалау бұл белгілі бір салада алған білімі мен тәжірибесі көп мамандардың, яғни эксперттердің пікірлеріне сүйеніп, экономикалық немесе басқа проблемаларға бақылау жасап, сол проблемаларды шешуге арналған шешім қабылдау. Яғни бір саланың мамандарының бір проблеманы шешуге қатысуы осы бізде эксперттік бағалау деп аталады. Яғни эксперттік бағалау жасау үшін бізде бірінші интервью алынады, дискуссия болады. Дискуссия дегеніміз, яғни бір топ адамның бір мәселені ортаға салып талқылауы, иә? Анкета жүргізіледі, іскерлік ойындар және миға шабуыл әдістері бойынша жасалады. Модельдеу әдісі. Модельдеу әдісі бұл ғылыми танымның зерттеу объектілерін, олардың модельдерін жасап, зерделеу арқылы танып білу әдісі. Модельдеу әдісі осы техникалық мамандықтарда ең көп қолданылатын әдістердің бірі, иә? Мысалға, дизайнерлік жұмыстарда, немесе бір техникалық жұмыстарда көп қолданылады, иә? Және географияда да ең көп қолданылады. Мысалы, зерттеу объектісінің моделін жасау. Сол модельді жасау арқылы сіз сол модель туралы кеңінен түсінік аласыз. Модельдеу әдісі. Түсінікті ғой, сіздерге? Мысалға, мына жерде жердің ішкі құрылысының моделі көрсетілген бізде. Осы жердің ішкі құрылысының моделі арқылы біз жердің ішкі құрылысымен таныса аламыз, иә? Мысалға, ортасында ядро орналасқан, одан кейін сыртқы ядро және мантия жер қыртысы орналасқан, иә? Осылай біз жер қыртысын түсіне аламыз. Және де нысан үшін құрастырылатын модель түп нұсқа немесе прототип деп аталады. Прототип дегеніміз, яғни кез келген бір заттың ең алғашқы түрі. Мысалға, бір машина жасау керек болса, иә, машина ойлап табу керек болса, ол машинаны ойлап табу үшін бірінші прототипі жасалады. Прототип дегеніміз бұл жалпы халыққа арналмаған, тек бір модель ретінде қолданылатын түп нұсқа. Түсінікті ғой, сіздерге? Кез келген тауар, яғни кез келген тауар бірінші кезекте оның прототипі жасалады. Сосын барып прототип жетілдіріліп, дамытып, жалпы халыққа ұсынылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.